Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен жаңысын чак-чакқа кунжут қосып, дәмі 2 есе тәтті болатын чак-чакты бірге дайындайтын боламыз. Ендеше кірісейік. Бізге бар жоғы 4 жұмыртқа, ұн және кунжут, мед керек болады. Ең алдымен 4 жұмыртқаны жарып алып, шекер ештеңе қоспай, тек өзін жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ситадан өткізіп, осылай ұн сала отырып, қою, кәдімгідей қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамыр илеп болғаннан кейін бетін 10 минутқа осылай жауып қоя тұрамыз. Содан кейін жаңағы қамырымызды алып бір илеп аламыз да, 2-ге бөлеміз. Осылай 2-ге бөліп, тағы да бір илеп аламыз да, 5-10 минутқа қоя тұрамыз бетін жауып. Нанның бір бөлігін осылай кеуіп кетпес үшін салафанға салып қоямыз. Ал екінші бөлігін осылай алып, ұнды себе отырып, кәдімгідей жұқа қылып нанды илеп аламыз, жайып аламыз қамырымызды. Содан кейін осылай жайылған қамырды оқтауға орап алып, мен пышақтың көмегімен осылай ортасынан кесіп бөліп аламын. Осылай лапша секілді кесіп болғаннан кейін майымызды алдын ала қыздырып қоямыз. Содан кейін майға қызарғанша екі жағын өстіп қызартып қуырып аласыздар. Өз қалауыңызша табиғи балды немесе дүкендегі медті қосуға болады. Менде бұл табиғи бал. 2 үлкен қасық мед салып, 1 стакан шекер салып, қыздырып ертіп аламыз. Чак-чагымыздың дәмі одан әрі тәтті дәмді болу үшін осылай кунжутты алдын ала газға қыздырып қуырып аласыздар. Кунжутымыз әбден қызарып қуырып болғаннан кейін жаңағы чак-чагымыздың үстіне сеуіп қоямыз. Видео ұнап жатса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге оңай, осылай тез жасалатын рецепттермен алдағы уақытта бөлісіп отыратын боламын.